Құрметті Қостанай тұрғындары және қоғамдық тыңдауға қатысушылар, қош келдіңіздер. Менің аты-жөнім Асан Шаттық Сырымұлы, Қостанай ауылдық округінің әкімімін. Жалпы қоғамдық тыңдаулардың жалпы ережесінің 21-ші тармағына сәйкес, мен қоғамдық тыңдаулардың төрағасы ретінде әрекет етемін. Бүгін 2025 жылы 4 желтоқсан 5 сала жауапкершілігі серіктестігі қоршаған орта қорғау бөлімі шекті тоқтатып етілген шығарындылар қалдықтарды басқаруға бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шараларының жоспары жобалары бойынша 2026-2030 жылдарға арналған өзен радиоактивті қалдықтар кешенді басқару алаңын салу және пайдалану бойынша қоғамдық тыңдаулар ашық деп жарияланады. Қоғамдық тыңдаулар өткізу қағидаларына сәйкес тыңдаулар жөнінде бұл жерде хатшы сайланады. Бұл қоғамдық тыңдаулардың хаттамасын сапалы дайындауға, оны қол қоюға беруге, сондай-ақ оны 2 жұмыс күн ішінде бірыңғай экологиялық порталда жариялауды қамтамасыз етуге жауапты болады. Ұсыныс: қоғамдық тыңдаулардың хатшысын ашық дауыс беру арқылы сайлау. Наурызбаева Айнагүл Қобжанқызы. Хатшы болып сайлануға қарсысыңдар ма? Келісеміз ба? Кім қолдайды, қол көтеріңіздер. Қарсы? Жоқ қой. Жалпы енді ұсынылған күн тәртібі бойынша жобаның материалдарын презентация форматында шолу, ұсынылатын уақыт 15-20 минут. Сұрақтар мен жауаптар: екінші, кез келген қатысушы баяндамашыға сұрақ қойып, өз пікірін білдіре алады. Ұсынылатын уақыт 30 минут. Келістік қой? Жақсы, презентацияны өткізуге баяндамашы өздеріңізге рұқсат етіледі. Жалғастырып кетсеңіздер. Сәлеметсіздер ма? Құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар, бүгінгі біздің қоғамдық тыңдауға арналған презентацияны мен өз саланың экологы Жанна Жылғалиқызы таныстыратын боламын. Онлайн қатысушылардың ішінде өзге ұлттардың қатысуы мүмкін болғандықтан біз презентацияны орыс тілінде, ал таныстырылымды мен қазақ тілінде қорғай келем, түсінікті болу үшін. Вездала өзен радиоактивті қалдықтарды кешенді басқару алаңын салу және пайдалану бойынша қоршаған ортаны қорғау бөлімі шекті рұқсат етілетін шығарындылар, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шараларының жобалары бойынша 2026-30 жылдарға арналған таныстырылымы. Вездала қалдықтарды басқару бойынша қызмет көрсететін сервистік компания болып табылады. Жобаланып отырған нысан Маңғыстау облысы Қарақия ауданының аумағында орналасқан. Өзен қалдықтармен жұмыс істеу кешені Жаңаөзен қаласының солтүстігіне қарай, қала орталығынан тікелей алғанда 15 шақырым, Бостан ауылынан 12 шақырым қашықтықта орналасқан. Негізгі өндірістің мақсаты радиоактивтілігі төмен мұнай өндірістік жабдықтарды дезактивация әдісімен қайта өңдеу болып табылады. Нысанды радиоактивті күші төмен қалдықтарды сондай-ақ механикалық өңдеуден кейін алынған тұзды шөгінділері бар акалиндарды қабылдау, дайындау, сақтау, жинақтау және әртүрлі әдістермен қайта өңдеу қарастырылған. Тапсырыс берушілердің объектілерінде түзілетін бұл қалдықтың түрі Вездала компаниясының арнайы автокөліктерімен немесе оларды тапсырыс берушілердің өз күштерімен жүзеге асырылады. Полигонның қатты радиоактивті күші төмен қалдықтарды қабылдау және дезактивациялары бойынша жобалық қуаты жылына 30 000 тоннаға дейін. Жұмыс режимі тәулік бойы, жыл бойы 12 сағат, 2 ауысым вақтылық әдіспен қолданылады. Мұнда ситуациялық карта көрсетілген, картаның объектінің орналасқан жерінің диаграммасы көрсетілген. Анау жас точка.
жұмыс жобасының мақсаты жобаланған қызмет түрі негізінде мұнай өндірістік жабдықты пайдалану және оны істен шығару, жою нәтижесінде түзілетін төмен радиоактивті қалдықтармен жұмыс істеу саласына жатады. Негізгі функциясы ластанған металломды, құбырларды, резервуарларды, сүзгілерді, технологиялық тораптарды, сондай-ақ беттерді тазалау барысында түзілетін акалина, май құрамды қабыршақтарды және тұздарды қоса алғанда қатты және сұйық радиоактившілігі төмен қалдықтарды қабылдау, дезактивациялау, қайта өңдеу және уақытша жинақтау. Құрылыс кезең. Нысанның құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаға әсер ету, сәулет құрылыс бөлімі мен құрылыс ұйымдастыру жобасының негізінде орнатылады. Жұмыс режимі 2 ауысым, әрқайсысы 12 сағаттан. Құрылыс кезеңінде атмосфераға ластаушы заттарды шығарылуға жүретін жұмыстар кіреді. Бұл жұмыстарға мыналар жатады: дәнекерлеу агрегаты, компрессор, битумды қазан, дизель генератор, экскаватор жұмысы, бульдозер жұмысы, автокөліктердің қозғалысының шаңдануы, инертті материалдарды төгу және тиеу, инертті материалдар қоймасы, бояу жұмыстары, дәнекерлеу жұмыстары, асфальттау. Жалпы құрылыс кезінде атмосфералық ауаға шығарылатын ластаушы заттардың жалпы көлемі 4 тонна 938 тоннаны құрайды. Бұнда сол жеке-жеке қандай жеке-жеке тоқталудың қажеті жоқ шығар деймін. Жалпы қандай шығарындылар шығарылады жөнінде кестесі көрсетілген. Келесі слайд. 2026-30 жылдарға арналған шығарынды көздері өзара жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің өзен радиоактивті қалдықтарды кешенді басқару алаңын пайдалану кезінде 7 стационарлық шығарындылар көзі анықталды. Оның ішінде 6 ұйымдасқан көз және 1 ұйымдаспаған көз. Объектіні пайдалану кезінде атмосфераға ластаушы заттардың барлығы 15 түрі шығарылады. Оның ішінде 4 қосындылары бар. Бұл жерде кесте бойынша жылына 874 тоннаны құрайды. Ондағы қатысы 1 тонна 0,57, газ тәріздесі 72-де 817 тоннаны құрайды. Бұнда да сол жеке-жеке тоқталған. Келесі слайд. Нысанда радиоактивтілігі төмен қалдықтарды металлом, жабдық, материал түрінде, сондай-ақ олардың механикалық өңдеуден кейінгі алынған тұзды шөгінділері бар акалинаны қабылдау, дайындау, сақтау, жинақтау және әртүрлі әдістермен қайта өңдеу қарастырылған. Тапсырыс берушілердің объектілерінде түзілетін бұл қалдықтың түрі арнайы Вездала компаниясының автокөліктерімен жүзеге асырылады. Ал қалдықтарды тасымалдайтын арнайы автокөліктер Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы белгілермен жабдықталады. Ішкі рәсімдерге сәйкес тапсырыс берушіден төмен радиоактивті шығындарды шығару жөніндегі өтінім компанияның жауапты мамандары алдын ала қарап, келісім бергеннен кейін ғана орындалады. Арнайы автокөлік объектіге келген соң жауапты тұлғалар визуалды және дозиметрлік бақылау жүргізіледі. Қоса берілген құжаттардың сәйкестігі және қабылдауға құқықтылығы тексергеннен кейін қолданыстағы автокөлік таразылардың өлшеу арқылы жүргізіліп, қабылдау журналына тіркеліп отырады. Одан әрі қарай қалдықтар оларға қатысты тиісті операциялар жүргізу үшін арнайы алаңдарға бағытталады. Егер қандай да бір сәйкессіздіктер анықталса, сәйкессіздік актісі рәсімделіп, қалдық объектіге қабылданбай, тапсырыс берушіге қайтадан қайтарылып жіберілетін болады. Қалдықтарды қабылдау кезіндегі технологиялық процестерге қысқаша тоқтала кетсек. Бірінші, металломды, жабдықты және минералды қабылдау, жинақтау және механикалық өңдеу алаңы. Бұл нысанда жабдықтар және материалды жинақтау және механикалық өңдеу алаңына бағытталған. Алаңда қатты радиоактивтілігі төмен қалдықтарды уақытша сақтауға арналған навес, жинау науасы және премок көзделген. Бұл алаң шартты түрде жинақтау және механикалық өңдеу учаскелеріне бөлінген. Механикалық өңдеу қолмен кувалда арқылы соққылау әдісімен жүзеге асырылады. Қайта тиеу жұмыстары автокран көмегімен орнатылады. Механикалық өңдеуден кейін
радиоактивтілігі төмен қалдықтар жинақтау учаскесіне орналастырылады. Тұнбалардың күнделікті байланысы жинақтау учаскесінен келесі бағыттың біріне жіберіледі. Ол жерде химиялық және гидростройлық тазалау корпусы, электро-гидроимпульстық қондырғысы ЗЕВС 5400, контейнерлер жинақталады. Контейнерлерден уақытша сақтау навестің астына автотиегіш арқылы жеткізіліп, навестің астында контейнерлер К3-2-6 қондырғысының көмегімен термикалық қайта өңдеу жағу корпусына жіберіледі. Термикалық қайта өңдеуден кейін тұзды шөгінділері бар алкалины контейнерлерде қатты радиоактивті қалдықтар қоймасына тасымалданатын болады. Химиялық және гидростройлық тазалау корпусы. Гидростройлық тазалау корпусы жоспардағы өлшемдер үлгістері бойынша 72-30 метр болатын бір қабатты ғимараттан тұрады. Учаскеден жеткізілген металлолом, жабды, материалдар химиялық және гидростройлық тазалау корпусына беріледі. Бұл корпуста дезактивациялау процесіне келесі өнімдер түзіледі. Тазартылған дезактивацияланған металл конструкциялар, құбырлар, арматуралар және тағы басқа. Олар тазартылған учаскесіне жіберілгеннен кейін жинақтауға қарай тапсырыс берушіге қайтаруы, кәсіпорынның өз қажетіне пайдалануы немесе үшінші тұлғаға берілуі мүмкін. Жинақтанған тұнбалар арнайы қалдық жинау контейнеріне жиналады. Жинақталуына қарай олар қатты радиоактивті қалдықтар қоймасына жіберілетін болады. Қолданылған сұйытылған химиялық ерітінді көп мәрте қайта қолданылады. Ерітіндінің шығыны минималды, қажет болған жағдайда жаңа көлемі қосылып отырады. Сұйытылған химиялық ерітіндіге арнайы боз сары жинақталуына байланысты компанияның өз нысандарына немесе мамандандырылған ұйымдарға әрі қарай қайта өңдеу үшін жіберілетін болады. Енді ЗЕВС 5400 установкасына тоқталатын болсақ. ЗЕВС 5400 қондырғысы насос компрессорлық құбырлардың, запорлық арматураның, сондай-ақ әртүрлі мақсаттағы құбыр өткіштердің ішкі беттеріндегі қатты минералды тұнбаларды, оның ішінде төмен радиоактивті тұнбаларды электро-гидроимпульстік әдіс арқылы сұйықтықта, яғни суда соққы толқындарын жасау арқылы автономды тазалауға арналған құрылғы болып табылады. Қондырғы кезінде суды сүзгілеу жүйесі бар, рециркуляциялар жүйесі қарастырылған. Қондырғы құбыр өткізгіштерді тоттан, жұмсақ немесе коллоидты бөлшектерден тазалау үшін арналмаған. Ол металломды, жабдықты және материалды қабылдау, жинақтау және механикалық өңдеу алауына тікелей орнатылған. Кешеннің жұмыс істеу принципі: насос компрессорлық құбырды сұйықтықпен толтыру және онда соққы толқындарын жасау арқылы автономды тазалау. Соққы толқындары ішкі беттеріндегі тұнбаларға, оның ішіндегі төмен радиоактивті тұнбаларға әсер етіп, олардың бұзылуына, ажырауына және түсуіне алып келетін болады. Тазартылған, яғни дезактивацияланған металл конструкциялар тазартылған металломды, жабдықты және материалдарды жинақтау алаңына жіберіледі. Жинақталуына қарай тапсырыс берушіге қайтаруы, кәсіпорынның өз қажеттіліктері үшін пайдалануы немесе өзге ұйымдарға берілуі қарастырылған. Технологиялық шешімдерге қойылатын өртеу корпусы. Жобада К3-2-6 қондырғысы қарастырылған. Қондырғы құрамына кіретін жұмыс істеп тұрған түтін газдарды тазалау сүзгілерін пайдалану, СОК-2 құрғақ тазалау сүзгісі және ылғалды тазалау сүзгісі скрубер бар. Корпусты технологиялық процесс талаптарына және тапсырыс берушінің ұсыныстарына сай жаңа жабдықтармен қосымша жарақтандыру. Жаңа жабдықтардың құрамына сұйық қалдықтарды жинақтауға арналған сыйымдылықтар және әртүрлі сорғы жабдықтары кіреді. Бұл корпустың өлшемі 12-12 метр болатын бір қабатты ғимараттан тұрады. Ғимараттың қаңқасы металдан жасалған, кешенді қондырғысы толық сауаттық дайындығы бар, өндіруші Ресей, Бастион жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатты және сұйық қалдықтарды термикалық қайта өңдеуге арналған
халықаралық стандарттың Стокгольм конвенциясының талаптарына сәйкес келеді. Арнайы техникамен жабдықты дезактивациялау пункті. Бұл пункт бір қабатты өндірістік ғимарат. Өстер бойынша жоспарланған өлшемдері 25-9 метр. Ене төбе аралықтарының үстіңгі бөлігіне дейінгі биіктігі 6-7 метр. Шатыры бір еңісі 10%. Дезактивациялаудың пункті ғимаратының қаңқасы металдан жасалған, өндірістік алаңда ластанған аймақтан таза аймаққа өтетін автокөліктер арнайы техника жабдықты дезактивациялау пунктіне дезактивациядан өтеді. Автокөліктерді жуудан кейін пайда болатын өндірістің ағындар утилизацияға айдалмас бұрын тремок арқылы өтеді. Бұнда мұнай ұстағыш және лай тұндырғыш, олар механикалық қоспаларды және майды қабыршақтармен ұстап қалады. Дезактивация технологиясы келесі операцияларды қамтиды: сумен шаю, дезактивацияларды ерітіндімен өңдеу және тағы да сумен шаю. Дезактивациялауды ерітінділерді дайындау үшін әрқайсысы көлемі 2-4 метр куб болатын 2 реактор қолданылады. Реакторларда дайындалатын ерітінділер сорғылар арқылы дезактивациялау процесіне беріледі. Автокөліктердің дезактивациясы, жабдықтың дезактивациясы арнайы алаңда жүргізіледі. Ұсақ жабдықтарда дезактивациялау үшін арнайы ванна қарастырылған. Өндірістік ағындарды қабылдаудың аралық учаскесі. Негізгі және қосалқы өндірістік объектілерде жұмыс процесінде өндірістік ағындар түзіледі. Гидрожуғышпен жуған еден сулары, нөсерлік ағындар, алаң бетінің еріген сулары, олардың құрамында белгілі бір мөлшерде механикалық қоспалар болады. Осы өндірістік ағындарды қабылдау үшін өндірістік ағындарды қабылдаудың барлық учаскесі қарастырылған. Аралық учаскеде ерітінділердің бір бөлігі табиғи жолмен буланады, қалған бөлігі сорғылар арқылы насос станциясымен К3-2-6 қондырғысына, радиоактивті төмен қалдықтарды жағу корпусына утилизацияға жіберіледі. Өндірістік ағындардың күртігінде сынба түсудің алдын алу үшін аралық учаскеде тұрақты циркуляция қарастырылған. Қатты радиоактивті қалдықтар қоймасы. Жалпы комплексте бірнеше мынандай нысандар қарастырылған: қатты радиоактивті қалдықтар қоймасы, әкімшілік блок, материалдық техникалық қор қоймасы, қазандық, оның бірінші және екінші түрі, дизельный генераторный станцияның қоймасы, медициналық пункт, өндірістік және өртке қарсы сумен қамтамасыз ету насос станциясы, өндірістік 2 резервуар, өртке қарсы су резервуары 4 дана, тұрмыстық және ішетін суға арналған насос станциясы, санитарлық пропускник, демалыс бөлмелері, радиометриялық және дозиметриялық талдау бөлмесі, контрольді өткізу пункттері, су резервуарлары және буландыру компрессорлық блок, материалдық техникалық қор қоймасы, тазартылған металлолды жабдықтарды және материалдарды сақтау алаңы, КПП қоршауы, бақылау ұңғымалары және ұңғыма. Радиоактивтілігі төмен қалдықтарды өткізу туралы кесте көрсетілген, қалай келіп жаңағы айтқан процестерді кестеге көрсетілген. Келесі. Өзен радиоактивтілігі төмен қалдықтарды басқару қалдықтары полигонында атмосфералық ауаны ластаушы көздері болып табылатын келесі құрылыстар мен учаскелер орналасқан. Бірінші қазандық, екінші қазандық, дизель отыны үшін резервуар, қалдықтарды жағу кешені, яғни К3-2 жұмыс істеу кезінде атмосфераға шығаратын шығарындылар. Жалпы аумағында 7 стационарлық шығару көзі бар. Оның ішінде 6-ау ұйымдастырылған және 1-еуі ұйымдастырылмаған көз.
Объектіні пайдалану кезінде атмосфераға шығаратын зиянды заттардың жалпы саны 15, оның ішінде 4 топтық сумалау эффектісі бар заттар. Бұл аумақта атмосфераға жартылай шығару және күтпеген технологиялық бұзылыстар, апаттық жағдайлар тіркелмеген. Атмосфераға шығатын заттардың толық тізімі төменде көрсетілген. Сумарлық әсері бар заттарда көрсетілген. Зиянды заттардың шығу көздерінің сапалық және сандық сипаттамалары, газ, ауа қоспаларының көлемдері инвентаризация бланкілерінде көрсетілген. 2025 жылға арналған атмосфералық зиянды заттардың шығарындылары және олардың көздері бойынша инвентаризация бланктері құрамына кіреді. Бірінші тарау зиянды заттардың шығу көздері, екінші тарау атмосфералық ауаны ластаушы көздердің сипаттамасы, үшінші тарау шаң газ тазалау жабдықтарының жұмыс көрсеткіштері, төртінші тарау атмосфераға шығатын зиянды заттардың жалпы мөлшері, олардың тазалануы және утилизациясы. Эмиссиялық стандарттар бойынша ұсыныстар. Эмиссия нормативтерінің мәндері шаруашылық және басқа да қызметтің қоршаған орта мен халық денсаулығына кері әсерін тигізу мақсатында техникалық іс-шараларды жүргізу қажеттілігі туралы шешім қабылдаудың негізі болып табылады. Везела компаниясында рұқсат етілетін шығарындыларға қол жеткізуді негіздейтін ластаушы заттардың шығарындыларын азайту бойынша техникалық іс-шаралар жоспары әзірленеді. Осы іс-шараларға мыналар жатады: жұмыстар технологиясын дәл сақтау бойынша бақылау, жұмыстар жүргізу регламентін, жабдықтар мен қондырғыларды пайдалану нұсқаулықтарын сақтау, қондырғылар мен жабдықтардың жұмысын жүйелі түрде тексеру және бақылау, өндірістік экологиялық бақылау аясында қоршаған орта шығарындыларын өлшеу. 2026-30 жылдарға арналған қоршаған ортаны қорғау іс-шаралары жоспары экологиялық әсерге рұқсат алу шеңберінде ұсынылған. Атмосфераға зиянды заттардың шығарындыларын азайту шаралары. Атмосфералық ауаны қорғау және қызмет көрсету, персоналды қалыпты жұмыс жағдайларын қамтамасыз ету мақсатында ластанушы заттардың шығарындыларын азайту бағытталған шаралар қабылдану қажет. Шығарындарды азайту бойынша іс-шараларды орындау кезінде ұсынылатын шаралар: кешендегі атмосфералық ауаның жағдайын көзбен және құрал жабдықтар арқылы бақылау, өндіріс технологиялық регламенттің дәл сақталуын бақылау, жабдықтарды режимде жұмыс істеуін азайту, технологиялық жабдықтардың жұмысын таратып жүргізу, шаң шығаратын қалдықтарды тасымалдау кезінде машиналардың қосылуын центрмен жабу, машиналар, механизмдер және автокөлікті техникалық тексеру және профилактикалық жөндеу жүргізу, сонымен қатар іштен жанатын қозғалтқыштардың шығарындыларын көрсеткіштерін тексеру жылына кем дегенде бір рет, біртұтас үздіксіз технологиялық процеске қатысатын техника мен жабдықтардың жұмысын уақыт бойынша шоғырландыру, өндірістік және тұтыну қалдықтарын уақытша сақтау орындарын жетілдіру, оған әрі қалдық үшін жеке контейнерлерді орнату кіреді. Көлік қозғалысын тек жобаланған ішкі алаңдарға жолмен жүргізу керектігі қарастырылған. Қолайсыз метеорологиялық жағдайлардағы шығарындыларды бақылау шаралары. Қолайсыз метеорологиялық жағдайлар қысқа мерзімде атмосфералық ауада ластаушы заттардың жер беті қабатында шоғырлауына ықпал ететін метеорологиялық факторлардың жел, тұман, инерциясы үйлесімі. Бұл объекті жұмыс ерекшелігін ескере отырып, келесі шаралар жоспарлары ұсынылған. Бірінші режим бойынша өлшеу аспаптары мен жабдықтардың жұмысын, әсіресе жылыту қондырғыларының жану камерасындағы отынның жану режимін күшейтілгенін бақылау. Электрогаздық дәнекерлеу жұмыстары мен атмосфераға шығатын бояулар мен қышқылдардан қолданылатын жұмыстарды тоқтату. Өндірістік технологиялық регламентті сақтау бойынша бақылауды күшейту. Жабдықты режимді жұмысын істеуді тоқтату. Атмосфераға зиянды заттардың шығу күшейтетін жұмыстарын тоқтату, жүргізу жұмыстарын тоқтату. Тоттық жанғыз қондырғы регламенттік режимге жұмысын жалғастырады, жабдық профилактикалық тексеру жұмыстарын тоқтатылады. Автотранспорттарды пайдалану және қозғалғышты шектеу қойылады. Екінші жұмыс режим режим бойынша іс-шаралар ластанушы заттардың концентрациясын 20 және 40%-ға азайтуды қамтамасыз етуі тиіс.
Бұл шараларға бірінші режимге арналған барлық іс-шаралар кіреді, бірақ шығарындыларды 40%-ға азайтылатын түрде жүзеге асырылады. Үшінші жұмыс режимі бойынша іс-шаралар ластанушы заттардың концентрациясын 40-тан 60%-ға дейін азайтуды қамтамасыз етуі тиіс. Бұл шараға бірінші және екінші режимдегі барлық іс-шаралар кіреді, бірақ шығарындылар 60%-дан азайтылған түрде жүзеге асырылады. Сәйкес талаптар ескеріліп, қосымша түсініктеме жылыту қондырылған өнімділігі 20%-ға төмендету, ғимарат ішіндегі температурасын санитарлық нормалармен берілген ең төменгі рұқсат етілген шекке дейін төмендетіп отырады. Атмосфераға шығарындылардың төмендеуі өнімділіктің төмендеуі мен тікелей пропорционалды болады. Санитарлық қорғау аймағы. Өндірістік объектілердің санитарлық қорғаныш аймағын орнату бойынша санитарлық эпидемиологиялық тараптардың нөмірі 237-2015 жылғы 20 наурыз санитарлық ережесіне сәйкес санитарлық қорғаныш аймағы радиусы 1000 метр болатын кәсіпорындар үшін минималды жасыл желектерді бөлу жерінің аумағын кемінде 40% болуы тиіс. Сонымен қатар тұрғын үйлер орналасқан жақтан ағаш және бұта отырғызу белдеуін ұйымдастыру міндетті. Бірақ біздің объектінің жанында ешқандай тұрғын үйлер қарастырылмаған. Өндіріс және тұтыну қалдықтары. Бұнда қандай қалдықтың түрлері құрылыс жұмысы кезінде шығатын қалдықтардың түрлері мысалы отработанное масло, промасленный ветошь, фильтр, аккумулятор, огарки, қағаз қалдықтары, пластик қалдықтары, сез, автокөліктің дөңгелектері, металл, кабельдер, құрылыс қалдықтары және тұрмыстық қатты қалдықтар. Сонымен қатар, өзен радиоактивті қалдықтарды кешенді басқару алаңының объектісі үшін 2026-30 жылдарға арналған қалдықтарды басқару бағдарламасын әзірлеу Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтарындағы 400-ші экологиялық кодекс күшіне енуімен және экологиялық әсерге рұқсат алу қажеттілігімен байланысты. Бұл объектіге қалдықтардың ерекше ағымы төмен радиоактивті қалдықтарды олар объектінің технологиялық циклінде қабылданып өңделеді. Радиоактивтілігі төмен қалдықтар үшін жинау лимиттері белгіленбеген. Қалдықтарды жинау тек Қазақстан Республикасының заңнамасының талаптарына сәйкес арнайы орнатылған және жабдықталған орындарда, сақтау орындарында, контейнерлерде рұқсат етіледі. Радиоактивтілігі төмен қалдықтарды кешенді басқару өзен объектісі бойынша олардың қызметі қалдықтарды басқару, өндірістік және тұтыну қалдықтарды жинау, тасымалдау, сақтау, бейтараптаумен байланысты. Компания басқа да ұйымдардан қалдықтарды өңдеуге қабылдайды. Сондай-ақ өз қызметі барысында қалдықтарды шығарады. Өз қалдықтарының өңделген қалдықтың көлемі және басқа ұйымдардан қабылданатын қалдықтардың мөлшері контракторлармен болжамдық деректер негізінде қабылданған. Өзен радиоактивті қалдықтарды кешенді басқару алаңы объектісінде 2026-30 жылдарда жоспарланған қалдық көлемдеріне тоқтала кетсек. Радиоактивтілігі төмен металлом жабдық, яғни материалдар жылына 30 000 тонна. Қауіпсіз қалдықтар жылына 25.305-17 тонна. Қауіпсіз және қауіпті қалдықтардың айна түрі дейді, ауыстырылмалы 0,66 тонна жыл. Қауіпті қалдықтар 2724,339 тоннасы жылына. Барлық қалдықтардың жалпы саны 28.029 тонна, 516 тонна. Оның ішінде басқа ұйымдарға берілетін қалдықтар саны 25.554 тонна, өз қуатында өңделетін қалдықтар саны 2375 тонна, ұзақ мерзімге сақтауға арналған қалдықтардың мөлшері 98.865 тоннаны құрайды. Су жөнінде информация берілген. Жалпы кешенде өндірістік қажеттілікке пайдаланылатын судың көлемі
936'da 332 метр кубты құрайды. 1573'те 08'і шаңды басуға арналған, жалпы аумағы 2509 тонна құрайды. Құрылыс кезінде 2509'да 4 метр куб, оның ішінде ішетін суы 936, тұрмыстық қажеттіліктерге пайдаланатыны 1573 тонна. Сонымен бірге қауіптілігі төмен қалдықтарды өңдеу кешенінде природоохранных мероприятий 2026 жыл және 2030 жылға арналған 319 приказдың 21 жылғы бөлімі 16 бөліміне сәйкес және программа ПЭК 21 жылдың 14 июлінде бекітілген нөмірі 250 приложение 1 бойынша жасақталған. Сонымен ВСА өзен радиоактивті қалдықтарды кешенді басқару алаңын салу және пайдалану бойынша қоршаған ортаны қорғау бөлімі, шекті рұқсат етілетін шығарындылар, қалдықтарды басқару бағдарламасы, өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы және табиғатты қорғау іс-шараларының жоспарлары, жобалары бойынша белгіленген стандарттар мен талаптар толық сақталатын болса, Маңғыстау облысы Қарақия ауданына қоршаған ортаға кері әсерін тигізбейді деген қорытындыға келеміз. Назарларыңыз үшін рахмет. Сұрақтар болса, жауап беруге дайынбыз. Сұрақ қоятындаймыз. Жеті стационарлық шығарындылар көзалықталды, оның ішінде 6 ұйымдасқан көз және 1 ұйымдасқан көз дейді сөз бар да. Оны қалай түсінеміз? Ұйымдасқан, 6 ұйымдасқан. Бізде экологияда ұйымдасқан деген организованный источник, да? Әрине, бізде енді термин бар сондай экологияда. Организованный источник, не организованный. Ұйымдасқан деген. Ұйымдасқан деген ол да котел жұмыс жасап тұрады ғой. Котелдің трубасынан организованный выбросын бәрі бір жерге келіп шығады. Неорганизованный деген, например, бір машина ПГС шегін әкеліп төксеңіз, ол жерде труба ештеңе жоқ. Шаң былай ашық жөнде өзімен өзі ұшады. Ол неорганизованный ұйымдасқан деп айтады. Енді ең жақын ауыл қосылатын Бостан ауылдық қоғамында өткізіп отырмыз. Жақын дегенмен 12 метр қашықтықта. 12 километр. Жалпы қоғамдық тыңдау Бостан ауылында өтпесін, Бостан ауылында тұрғындар тұрады, Бостан ауылының тұрғындарына қандай жағдай жасалады? Жұмыссыздықтан көмектесесіздер ме? Ауылға алып аласыздар ма? Балалар ойын алаңы деген сияқты. Мысалға мына LED экран демеушіліктен келген. Қазір разведка дейтін мекеме осы жерден барлау жасайтын болып, осында қоғамдықта, осы ауылда болып, бізге осы мәдениет үйіне LED экранмен мына нелермен түгел қамтамасыз етіп берді, аппаратуралармен түгел. Сол кезде сондай сұрақ болды. Олар орындады. Өткенде бұрғылау дейтін мәселемен осы екі ұңғыма қазатын болып, осы жерде қоғамдық тыңдау өтті. Ол кезде де біз ауылдың мәселесімен осы ауылға қандай спорттық нысандар болсын, балалар ойын алаңы болсын, бір жерде асфальттау берілетін мәселе дейміз. Қазір маған жан-жағын хабарласып отыр, несін жіберіп жатыр, маған жоғалар, қандай жоға таңдай, детский площадка деген. Сондайда сіздерде қандай сондай не бола ма?
алу үшін. Бұл сұраққа да мен жауап берейін. Негізі ондай жұмыстардың бәрі енді финансовый қарайды ғой. Сол үшін ондай жаңағы жұмыстарымыз болса, біздің генеральный директордың атынан хат керек. Мен хаттамаға енгізгенде болды. Болмаса хаттамаға енгізілгеннен кейін оны сол генеральный директордың бізге рұқсат беріп қойған. Я осындай қаражат бере аламын, я болмаса қаражат беремін, я болмаса өзім жаңағы техника тауып өзім салам деген ол кісінің жаңа бізге шешімі керек. Мен қаражаттың мәселесі бәрін тапсырып беремін деп айтамын. Сіздердің бұл жерде біздің айтатынымыз ауыл тұрғындарының ұсынысты хаттамаға енгізу. Хаттамаға енгеннен кейінгі арғы шаруа ауыл әкімінің шаруасы. Мен бастықтарға шығарып хаттамаларында итап қол қоямыз ғой. Сол кезде бұл хаттамаға ана пункт енгізу керек. Мысалы қандай қолдарыңызда келеді? Сіздерде асфальттау дейтін бар ма? Бар ғой. Жоқ, өзіміз стратегияларымызда кейде асфальттау. Менде мысалы мектептің ана бір парковка жасағым келеді. Бір ұзындығы 60-65 метр келеді. Оған қандай мүмкіндіктер керек? Оның қайсысы сіздерге тиімді? Бізде месторождение жоқ, біз именно қалдықтармен жұмыс жасаймыз. Месторождениеден шыққан қалдықтармен. Ол ана стройка кезінде бізде подрядчикті 65 метр мектептің екі асфальтын тұрғындар білесіздер ғой. Екі асфальттың арасы қосып парковка. Оны біз протоколға енгізейік. Сосын өзіміздің басымызға жеткіземіз. Жасап бермеймін. Оның үшін біз өздеріміздің қолдарынан келетін қаражатты көп қажет етпейтін мәселелер болады ғой. Қалдым. Сондай бір екі мәселе енгізіп керек. Балалардың салға ойын алаңын салып беру, не болмаса жаңағы 35 метр жерді бір ұзындығы 25 метр, ұзындығы 65 метр, көп болса 300 метр квадрат жер. Мүмкіндіктеріңізге келсе, оны басқа жеткіземіз. Хаттама арқылы сол арға жұмыс жасаймыз ғой. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар? Ауыл үшін. Екібастың мәселесі шешілмейді бұл жерде. Ауыл үшін ауылға қандай мәселе бар ойландыру. Ауылда мусордың жоқ болу керек деп ойлаймын. Оған енді қолдар келмейді. Оны жерлерді келесі жылдан бастап құрта береміз. Ел жартысы бастадық па, келесі жыл жартысын деп. Бізге бұл мекеменің қандай жағдайда жұмысшы қабылдайтын жағдайда барсыздар ма? Сіздерде қандай вакансия жұмыс орындары бар? Біздің еңбек кезек деген сайтқа тіркелген бұл компания. Сол жерге запрос жүрсеңіз, сол арқылы жаңа ярмарка деген болады ғой, ярмарка саудасы вакансия деген. Сол бойынша қарайды. Отдел кадров қарап отырады. Мекеме бұрыннан жұмыс жасап жатқан адам толық шығар, еще резерв жатқандар бар шығар. Біздің ауылда балдар бар. Бір рет болған тыңдау осы жерде. 5 баламен келді. Бұл кезде де осы жұмыстық мәселесінен бір 2-3 бала алу мәселесі қозғалған. Бұл мәселе жалпы еңбек кезекте шыққандай жоқ, қандай вакансия бар екен. Ол қазір соңғы мезгілде сондай бір правила шығарылды. Еңбек кезек арқылы жұмыс алып келеді. Себебі бұл кезде тек жұмыстық мәселесі өршіп тұрса, ауылдың 2 азаматы болса да көлік айдайлар. Басқа да жаңағы раздар ауышытын жұмыстар. Кірді ғой ауылдың балдары. Сондай болса секілді. Жалпы алып кірді ауыл. Сол мәселе не? Осыдан Мен 3-4 жыл бұрында істеген үлкен объемдарымызда сол мекемеде мен жұмыс істеймін, есім салып жүрек. Осы ауылдың балдары жұмыссыздық келді, қазір білесің, акимат жұмыссыздық арқылы жібереді. Былай сатта ешкімді алмаймыз, танысады жоқ. Жұмыссыздық арқылы ауылдың балдар жұмыс істеді. Енді бұйырса алдағы уақытта үлкен объемдар алып жұмыс жасатсақ, ауылдың балдарын аламыз. Көмек болады. Ауылда ертең қарастырамыз, көмек жасармыз. Жұмыссыздық арқылы бару керек ол мекен. Жұмыссыздыққа тіркеледі. Сол тіркеуде жұмыссыздықпен тұрып, қандай мамандықпен жүреді? Мамандығымен тұрады. Мысалға, слесарь керек, токар керек деген сияқты ғой. Я болмаса жаңағы слесарь дейді, разнорабочий. Сол кезде бізде тұрған қоғамдықта тұрған азаматтар мен азаматшылардың сондай мамандыққа сәйкес келу жерде қаралады.
Андай жасайсың ба жасамайсың ба Мысалға, келесі адам водитель боламын деген кезегінде машина емес, мысалға, бір категорияға дейін бар, екі категорияға дейін деп бөледі. Ауыр техникаларды айдау. Сол кезде біздің ауылда көбіне ауыр техника айдайтын жігіттер таба алмай қалды. Мен өзім өзенің азаматымын. Ауылда жұмыс керек болса, бір адам айтса, ауылдікілер естейді. Бұрындарда жұмыс істейді, алдағы уақытта да жұмысқа аламыз. Себебі жұмысшылар деген азаматтар сіздерге қарай бағыттауға болады ғой. Сіздермен хабарласа отырып, орын бар деген жағдай. Бізде жұмыссыздықтан жібереді бізге. Бұрындары жіберген, қазір енді көп. Онда объемымыз болмағасын жұмыс аз. Басқа тұрғындар. басқа не сұрақ жоқ ғой. Алға сұрақ болмаса, мұнда онлайн чатқа келген сұрақтар бар екен. Соны айтып шығайын да, правила бойынша бәрін өшіріп kerekпіз да, потому что запись жүргізіледі. Мына жерде партия байтақ Ержан Оразалинов деген сұрақ түскен екен. Бірнеше сұрақ. Орысша жазғанда мен орысша оқып берейін да. Расчеты от дизельной электростанции проведены по методике расчета выброса загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок, где одним из выделяемых вредных веществ является бензопирен. Но в методике от 2008 года вместо бензопирена выделяется акриолин. И удельные выбросы по другим веществам в методике от 2008 года больше, чем в РНД. Поэтому расчеты необходимо проводить по позднее введенному документу, то есть по методике 2008 года. Екінші сұрақ. Аналогичные замечания по всем дизельным электростанциям. Үшінші сұрақ. От битумного котла. Айнагуль, добрый день. Айнагуль. Да, я слышу, Катя. Да, добрый день, Екатерина Мусаева. Айнагуль, давайте остановимся по каждому вопросу, сразу ответ будем давать. Первые два вопроса аналогичные. Разрешите, да, я пока отвечу на них, а дальше вы уже продолжите, будет вопрос-ответ. Так, Катя, давай я представлю. Біздің осы жобаны, проекты саған біздің проектный компанияның директоры Екатерина Мусаева. Катя, можете продолжить? Ага. Значит, пожалуйста, на экран вы видите ответ министра, ответ Министерства экологии и природных ресурсов от 14 октября 2024 года. Ну, в принципе, основное скажу, что аналогичные вопросы задаются, и министерство отвечает, что расчеты вредных выбросов от всех типов дизельных установок правомерно проводить по РНД 2004 года, по которой проведены расчеты, представленные в проекте. А методику, утвержденную приказом 2008 года, рекомендуется применять только при эксплуатации промышленных и энергетических стационарных дизельных установок, предназначенных для выработки и сбыта энергии стороннему потребителю. То есть вот ответ на два вопроса представленной партии. Вот именно этот абзац можешь перевести. Айнагуль, плохо слышно. Кстати, вопрос был онлайн, здесь самого представителя, по-моему, байтак нету, поэтому протокол включим, а протокол у нас будет на портале же. Но вы должны озвучить все вопросы, которые были к вашему проекту на общественных слушаниях. Сейчас вы озвучиваете, мы даем ответ. Это все в записи. Представитель партии может потом прослушать и ознакомиться далее с протоколом. Вот поэтому я говорю, мы сейчас озвучиваем, и запись ведется же, ответы мы же предоставляем. Айнагуль, ответы мы должны сейчас предоставить. А вот представители УПРП же здесь есть. Скажите, пожалуйста, сейчас нам нужно ответы озвучивать? Саламатсыздар ма? Можете уточнить конкретно? Я не поняла, в чем вопрос?
На портале были опубликованы материалы, которые сегодня выносятся вынесены на общественное слушание. И партия Байтак, да, они задали ряд вопросов онлайн. Да, вопросы должны быть все, ответы на вопросы все должны быть озвучены во время общественных слушаний. Да, Айнагуль, поэтому, пожалуйста, первые два вопроса вы зачитали, вот сейчас просто кратко скажите. Вы видите на экран ответ министра от 14 октября 2024 года? И еще раз отвечу, что согласно этого письма расчеты вредных выбросов от всех типов дизельных установок правомерно проводить по РНД 2004 года, по которой проведены расчеты, представленные в проекте. А методику, утвержденную приказом 2008 года, рекомендуется применять только при эксплуатации промышленных и энергетических стационарных дизельных установок, предназначенных для выработки и сбыта энергии стороннему потребителю. Хотя мы на экран вывели, сейчас этот покажем, чтобы на видео записал. Видите, да, на экране? Что онлайн? Онлайн участники. Да, видно. Добрый день, да, видно все. Хорошо, я могу третий вопрос, да, зачитать? Да. От битумного котла источник 003 просчитали только выбросы алканов С12-19. Почему не просчитаны выбросы от сгорания топлива для разогрева битума? Так, ну, я отвечу, Екатерина Мусаева. При проведении строительных работ планируется использование битумоплавильного котла с электрическим подогревом, в связи с чем расчет сжигания топлива не проводился. Так, четвертый вопрос. В расчете от работы экскаватора источник 6001 принят коэффициент гравитационного осаждения твердых компонентов равный 0,4. Но данный коэффициент применяется в случае, если источник вредных выбросов размещен в закрытом помещении, где само помещение выполняет роль пылеосадительной камеры. А если источник находится под открытым небом, то данный коэффициент неприменим. Гравитационное осаждение – это процесс, в ходе которого частицы, например, такие как пыль, аэрозоли, они оседают на поверхность под действием своей силы тяжести или там еще каких-то факторов, например, влажности воздуха, температур, то есть климатических параметров. Вот у нас период строительства приходится на зимнее время, когда воздух очень влажный. В связи с чем и был применим данный коэффициент. Вообще значение вот это 0,4 означает, что 40% пыли потенциально может попасть в атмосферу, а 60% осядет. Но, значит, при расчете, вернее, в период строительства был проведен расчет рассеивания. Зона влияния при расчете рассеивания была равна 110 метров. И как бы все выбросы в пределах нормы и ПДК не превышают. Но это дополнительная информация. Спасибо, Катя. Пятый вопрос – это аналогичное замечание по источнику 6004. То есть ответ мы уже предоставили, да? Шестой вопрос. В расчетах от погрузочно-разгрузочных работ влажность материала принята 8-10%. Имеется официальное подтверждение протокола лабораторных исследований о том, что влажность соответствует 8%. Ну, здесь ответ будет аналогичный. То есть у нас период проведения строительных работ зимний период, поэтому влажность воздуха. Работы проводятся на открытой площадке. Соответственно, ну, протокола, естественно, нет, но это по умолчанию, что в период зимних работ, проведение строительных работ в зимний период применяется вот такая вот влажность воздуха. Седьмой вопрос. Мероприятия по сокращению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в период неблагоприятных метеорологических условий
не согласован с полномочным органом в области охраны окружающей среды. По требованиям подпункта 9.1 пункта 9 приложения 3 методики по определению нормативов эмиссий, план заблаговременно согласовывается с уполномоченным органом в охране окружающей среды. Так, ну на этот вопрос мы ответим так, что у нас вообще нужно понимать, что площадка у нас новая. На сегодняшний момент мы только планируем строительство объекта вот эксплуатацию в 2026 году, то есть абсолютно новая площадка. Поэтому данный план будет согласован в рамках самого проекта НДВ. Спасибо. 8-й вопрос. На территории проектируемого объекта имеется промежуточный участок приема производственных соков. Почему не разработан проект нормативных допустимых сбросов? Потому что это у нас промежуточный приемник сточных вод, откуда вода забирается на повторное использование или вывозится по договору, а нормативы НДС устанавливаются на конечный приемник сточных вод и на сброс. Данный промежуточный приемник сточных вод, он не является окончательным. Спасибо. И последний вопрос. Почему не представлены заключение скрининга и проекта отчета о возможных воздействиях? Сейчас мы на экран выведем. Бек Шаравыш, пожалуйста, заключение. Заключение. Осы жобаны жасақтаудың басында бізде правила бойынша, экологический кодекс бойынша осы бүгінгі общественный слушаниеға біз көрсеттік қой, қандай проект жасайын деп жатқанымыз. Соны жасақтамастан бұрын сіздер осында екі заключение аламыз комитет экологического регулирования. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду деген соны комитеттен алынды. До конца айналып шықсын ба? До конца бересіз. Соңғы бетін. Соңғы бетін соңғы. Ең соңғы бетін көрсетемін. Соңғы, да? До конца жүре бер. Соңғы беті дейді. Соңғы, 13-ші бет тұтамын. Осы жерден көрсетемін. Комитет мұны рассмотрев заявление деген тұр ең астында. Чуть-чуть. Заместитель представителя Бекмухамбетов Альбек деген кісі қол қойған. Так, сосын екінші осыдан кейін біз жаңа оценка воздействия на окружающую среду деген проект жасақтап, оны да комитетке ұсындық. Ол бойынша тоже өткенде келіп осы жерге общественное слушание өткізіп кеттік. Ол бойынша оның да заключениесі бар. Екінші заключение екі заключениеде порталына, бүгінгі өткізетін общественное слушание порталына салынды негізі. Результат оценки воздействия на окружающую среду деген комитет экологического регулирования и контроля 24 сентябрь күні берілген. Тоже соңғы бетін көрсетемін. Соңғы сұрағымыз осы, онлайн келген. Басқақтар тағы бола ма? ОПР-дан департамент экологии. Мәдени ресурстар басқармасында сұрақ жоқ. Егер барлық сұрақтарға жауап берілсе, төраға қоғамдық қымбатты жабық деп жарияласаңыз болады. Енді барлық сұрақтарымызды қойдық, тыңдадық. Енді басқа сұрақ болмаса, қоғамдық тыңдауды жабық деп есептейік. Келсеңіз ба? Ал қоғам
тыңдау осымен сабық деп есептейміз. Келгендеріңізге көп рахмет. Келіп халыққа түсіндіріп, бағыттарыңызды айтып отқан. Қазір заманның талабы сол ғой, жақын елді мекендерде қоғамдық тыңдау өткізу дейтін. Бұл нормативті орындап жатыр. Сіздерге көп рахмет, аман сау жүріңіздер. Әрқашанда осы ауылымыздың дами бергеніне бірге атсалысайық деп тілеймін.